Сәлем достар, видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Жолдасымыз екеуміз осы демалысымызда достарымызды, класстарымызды, әріптестерімізді үйге қонақ ретінде шақырғымыз келді. Алдымен біз базарға барып, көкөніс, қажетті заттарды алуға тырыстық барынша. Мына базарға мен бірінші рет келуім. Набайханаға барып, нан алып қайттық. Негізі нанды көп алып қойыппыз. Нанның бағасы 150-170 теңгеден болып жатыр екен. Сіздердің қалаларыңызда нанның бағасы қанша? Ары қарай нанымызды алып үйге қайттық. Бұл жерде мен сигаре бүрек жасадым. Интернетте көргендегідей, бірақ өте күшті шықты, әрі оңай. И дастарханға қойғанға да ерекше әдемі екен. Бұны да қуырып алып, тез-тез бауырсағымен бірге дастарханымды жасап тастауға тырыстым. Дастарханды мен бар болғаны 2 сағаттың ішінде жасап шықтым. Бұл жерде тек бауырсақ пен сигаре бүректі ғана пісірген болмаса, қалғанын сатып алдым. Өз фантазиям бойынша алғаш рет қонақ шақырып отқаннан кейін дастарханның қалай жасалу керек, не істеу керек, қалай қою керек, маған барлығы қызық болды. И осылай дастарханымызды жасап күтіп алуға тырыстық, қонақтарымызды күштілеп. Бұл жерде мен балық қойдым және астау, 2 астау 5 бармақ кетті. Бар болғаны біз 15 адам болдық. Сонымен қонақтарымызды, класстарымызды жақсылап күтіп алды. Класстарымызбен, құрдас келіншектерімізбен біраз күшті әңгімелер айтылды. Кеткен соң барлық жерді жинап, осылай посудан жуып, жатам дегенше сағат 3 болып қалған ғой. Ертесіне жұмысқа барып, тағы қонақ күттік. Бұл жолы жігітімнің әріптестерін шақырдық. Бірге гәп ойнаймыз, гәптестерімізді шақырдық. Өте күшті болды, қазірмен бөлісемін. Ол кезде де сағат 5-те жұмыстан шығып, қонақтарды 8-ге шақырып қойғам. Апаға қайнататын, пісіретін заттарды пісіріп қойды. Мен тез кеп турап, дастарханымды жасап үлгердім. Бұл тоже бар болғанда 2 сағатта. Жүрегім тарсылдап кетті, негізі үлгере алмай ұятқа қалып кетемін ба деп. Бірақ жоқ, барлығын дер кезінде үлгердім. Біз апа екеуміз бәрін жасап тастадық. Мұнда біз қыздар болып отырамыз. Үлгердім ғой, короче, қыздар. Енді қонақтарымды күтудемін. Бүгін жігітімнің әріптестері келеді. Әрі әріптестеріміз. Қазір балық қоям, тағы 1-2 зат қоям. Бұл жаққа жігіттер отырады. Арғы бөлмеге біз әйелдер отыратын болдық. Осылай кішігірім дастархан жасап қойдым. Біздің Лара апай. Мұқабай, шашу ал. Сәбилерге толсын. Рахмет. Рахмет үлкен. Я, ала беріңіз. Шашудан алайық. Рахмет. Сүре беріңіз. Шаша беріңіз. Біз үй алып, осылай достарымызбен, өзімізге жақын деген әріптестерімізбен, қуанышымызбен бөлісіп, осылай асқа шақырған болатынбыз. Бұл жерде шашу болып жатыр. Біз өзіміз қыз-келіншектер жеке отырып, душе әңгіме айтып, ойларымызбен бөлісіп, души, душевный әңгіме болды мына жерде. Не болды рөге? Волейбол да? Волейбол. Ауылды ма? Өзінің баяғы аяқтағы мектебінде жылда 20 волейбол. Достар, видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Алдағы уақытта күшті видеолар түсіруге тырысамын. Рахмет.